Ғаламның ғажайыптары. Ғаламдағы кереметтей үйлесім. Құранның 67-ші сүресіндегі 3-ші және 4-ші аяттарға көз салсақ, мынандай сөздерді көреміз. Ол бір-бірінің үстіне 7 қат аспан жаратты. Аса қайырымды Алланың жаратқаннан ешбір сәйкессіздік таба алмайсың. Тағы да қараша. Мін көре аласың ба? Сосын тағы да көз жібер. Көзің талып қор болып өзіңе қайта келеді. Осы жолдардың мағынасына үңілейікші. Ғаламдағы миллиардтаған жұлдыздар мен галактикалар тек өз орбиталары бойынша кереметтей үйлестікпен жылжып барады. Жұлдыздар, планеталардың серіктері бір жағы өз осінен, екінші жағы өздері кіретін жүйелермен бірге айналып жүр. Аспан әлеміндегі жылдамдықты түсіну адам санасы үшін өте қиын. Өйткені ғаламдағы жылдамдық шамаларын жер бетіндегімен біз түсінетін жылдамдық шамалармен салыстыра алмайсыз. Салмаға миллиардтаған, триллиондаған тонналармен есептелетін жұлдыздар мен планеталар. Сан мөлшерін тек математиктер ғана түсіне алатын ғаламат галактикалар. Галактикалардың орасан шоғыры ғарыш әлемінде ақыл жетпейтін жылдамдықпен қозғалады. Жер шары өз осінен сағатына 1670 км жылдамдықпен айналады. Салыстыру үшін айтар болсақ, ең соңғы үлгідегі баллистикалық зеңбіректен атылған оқ сағатына 1800 км жылдамдықпен ұшады. Жердің өз осінен қаншалықты тез айналатынын осыдан білуге болады. Ал жер шарының күнді айнала қозғалу жылдамдығы сағатына 108 000 км, яғни баллистикалық оқтың жылдамдығынан 60 есе тез. Күн жүйесінің галактика орталығын айнала қозғалу жылдамдығы болса, сағатына 720 000 км-ге тең. Ал шамамен 200 миллиард жұлдыздан тұратын біздің галактикамыз құс жолы ше. Ол ғарыш әлемінде сағатына шамамен 950 000 км жылдамдықпен қозғалып бара жатыр. Мұндай күрделі әрі өте ұшқыр жүйеде әрі апаттар мен соқтығыстар қаупасы жоғары екені белгілі. Бірақ ондай апат әлі бірде-бір рет болған емес. Біз де өз планетамызда алаңсыз өмір сүріп жатырмыз. Ғарыш әлемінен келетін қатер бар деп қорықпаймыз. Осынау ғаламат әрі жүйеден титтейде кереғарлық пен сәйкессіздік таба алмайсыз. Құранда да осы нәрсе айтылады. Ғалам құрылысындағы кереметтей дәл тепе-теңдік. 71-ші сүренің 15-ші аяты. Алланың 7 аспанды қатар етіп, бір-бірімен үйлестіре жасағанын қалайша көрмейсіңдер. Ал 25-ші сүренің 2-ші аятында былай делінген. Ол аспан мен жердің иесі. Ол өзіне бала жаратпады. Оның билігіне теңдес жоқ. Ол бәрін жаратты, бәрін тәртіпке келтірді, бәріне тиісті өлшем берді. Тіршіліктің пайда болуы және сақталуы үшін қандай шарттар қажет? Осы сауалға ой жүгіртер болсақ, жер шарында өмір сүруге керек таңғажайып және өте күрделі шарттар қалыптасқанына айқын көз жеткізер едік. Мысалы, аспан денелері арасындағы қашықтықты алайық. Жер шарында тіршіліктің сақталуына қажет шарттың бірі аспан денелерінің ғарыш әлемінде орналасу заңдылығы және олардың арасындағы орасан кеңістік. Аспан денелері арасындағы қашықтық ғаламның заңдарымен ғажап үйлесім тауыпты. Осының арқасында біздің планетамызда тіршілік үшін қолайлы жағдайлар қалыптасқан. Жердің тартылыс күші. Егер ол қазірден күштірек болса, жер атмосферасы өзіне шамадан тыс аммиак пен метан тартып алар еді. Мұндай жағдайда тіршілік болуы мүмкін емес. Ал егер тартылыс күші әлсіздеу болса, жер атмосферасы суды тиісті мөлшерде ұстап тұра алмас еді. Онда да жер бетінде тіршілік болмас еді. Жер мен күн арасындағы қашықтық. Егер ол қазіргіден сәл қашық болса, онда жер шары күрт суынар еді. Планетамыздағы су ағысы тоқтап, мұз дәуірі орнаған болар еді. Егер жер күнге қазіргіден сәл ғана жақын тұрса, онда планетамыздың беті ыстыққа қақталып кетері сөзсіз. Табиғаттағы су айналымы бұзылып, тіршілік атаулы жойылар еді. Жер қыртысының қалыңдығы. Егер ол қазіргіден сәл қалың болса,
атмосферадан жер қыртысына келетін оттегі тым көбейіп кетер еді. Ал егер сәл жұқа болса, онда жаппай вулкан атқылап, жер бетінде тіршілік ету мүмкін болмас еді. Жердің өз осінен айналу жылдамдығы. Егер ол қазіргіден сәл баяу болса, онда күн мен түн арасындағы температура айырмашылығы тым орасан болар еді, жер бетінде тіршілік қалмас еді. Ал егер жер өсінен қазіргіден сәл тезірек айналса, онда атмосфералық желдердің жылдамдығы тым жоғары болар еді. Тоқтаусыз дауыл мен сел жер бетінде тіршілікті жоқ қылар еді. Жердің магниттік өрісі. Егер ол қазіргіден сәл күшті болса, онда жер бетінде аса қуатты магниттік толқындар тұрып алар еді. Ал егер жердің магниттік өрісі сәл әлсіз болса, онда планетамыз күннен келетін зиянды жалын мен сәуледен қорғана алмас еді. Осы екі жағдайда да жер бетінде тіршілік болуы мүмкін емес. Атмосферадағы көміртегі мен судың мөлшері. Егер ол қазіргіден көбірек болса, онда атмосфераның температурасы күрт көтерілер еді. Ал азырақ болса, атмосфера күрт төмендеп кетіп, тағы да тіршілік мүмкін болмас еді. Жер осінің еңкіштігі. Жердің айналу осі жер орбитасының жазықтық перпендикулярынан орташа 23 градусқа ауытқи еңкейген. Жылдың 4 мерзімге бөлінуіне себепкер осы еңкіштік градусы. Егер еңкіштік градусы қазіргіден сәл өзгеше болса, онда жыл мерзімдері арасындағы температура айырмасы тым орасан болар еді. Жер шарының жазы тым ыстық, ал қысы тым суық болар еді. Ай мен жердің арасындағы қашықтық. Егер қазірден сәл жақын болса, ай жерге соғылар еді. Ал егер сәл қашық болса, онда тартылыс күші әлсірегендіктен ай жерден біртіндеп алыстап, ғарыш әлеміне сіңіп жоғалар еді. Айдың тұрақтаушы ықпалы бар екені белгілі. Онсыз жер айналу өсіне қатты шайқалып, планетамызда өмір сүру мүмкін болмас еді. Егер ай қазіргіден сәл жақын болса, айдың жерге әсерінен пайда болатын теңіздің тасу қайту бұзылып, қауіпті деңгейге жетер еді. Мұхит суы құрлықтың ойпаң жерлеріне құйылып, су үйкелісі пайда болар еді. Сөйтіп, мұхиттың температурасы көтеріліп, жердегі тіршілікті қамтамасыз етіп отырған аса дәл температуралық тепе-теңдік бұзылар еді. Жердің температурасы және тіршіліктің көміртегіне негізделуі. Тіршіліктің негізі көміртегі десек, бұл химиялық элементтің болуының өзі белгілі бір температуралық шарттарға тәуелді. Көміртегі мен оның қасиеттері болмаса, жер бетінде тіршілік пайда болуы екі талай еді. Физика мен химия тұрғысынан қарасақ, көміртегінен басқа ешбір элемент тіршілікке негіз бола алмайды. Көміртегі қосындылары өзгермеу үшін қоршаған ортаның температурасы Цельсий бойынша плюс 120 градустан жоғары, минус 20 градустан төмен болмау керек. Егер ол минус 20 градустан түсіп кетсе, онда органикалық биохимия болуы мүмкін емес. Ерекше назар аударатын жайт, жердің температуралық режимі дәл осы екі аралықта. Біз жер бетінде тіршіліктің пайда болып, жалғасу үшін қажет толып жатқан заңдылықтар мен шарттардың тек бірнешеуін ғана мысалға келтірдік. Бірақ осы мысалдардың өзі ғалам мен жер шарының өздігінен кездейсоқ сәйкестіктер нәтижесінде пайда болуы еш мүмкін емес екенін көрсетеді. Ғаламдағының бәрін Хақ тағала кемеліне келтірі үйлесіммен жаратты. Біз бұл ғаламның құрылысынан зәредей де қарама қайшылық таба алмаймыз. Ғаламның пайда болуы. Ғаламның қалай пайда болғанын Құран бұдан 14 ғасыр бұрын хабарлап қойған болатын. Ол көк пен жерді жоқтан жаратушы. Оның жұбайы жоқ, баласы қалай болады? Ол әр нәрсені жаратты, және ол нақ нәрсенің бәрін біледі. 6-шы сүренің 101-ші аяты осылай дейді. Адамзатқа түсірілген бұл білімді қазіргі заманғы ғылымның жаңалықтары толықтай растап отыр. Ғалам, ондағы кеңістік пен уақыт және материалдық денелер шамамен бұдан 15 миллиард жыл бұрын ғаламат жарылыстың нәтижесінде пайда болған. Және ғалам содан бері үздіксіз кеңею үстінде. Астрофизика анықтаған бұл тартпас фактілерден кейін ғалымдар ғаламның қалай пайда болғаны туралы осындай тұжырым жасап отыр. Ғаламның кеңеюі. 14 ғасыр бұрын адамдар астрономия ғылымы туралы ештеңе білмеген уақытта
ғаламның үздіксіз кеңейіп жатқаны туралы хабар түсірілді. 51-ші сүренің 47-ші аятына назар аударайық. Біз аспанды құдірет күшімізбен орнаттық, және біз оны кеңейтеміз. Осы аяттағы аспан сөзі арабшада ас-сама болып айтылады. Және ол Құранның көптеген аяттарында ғарыш немесе ғалам мағынасында қолданылады. Мысалы, біз оны кеңейтеміз деген сөйлем араб тілінде былай айтылады: инна ля мусиун. Мұндағы мусиаун сөзі кеңейту дегенді білдіреді. Өйткені ол ауса етістігінен шыққан. Ал ля демеулігі зат есім мен сын есімнің алдында тұрғанда күшейтпелі қызмет атқарады. Яғни өте көп немесе күшпен деген мағына береді. Ендеше 51-ші сүренің 47-ші аяты біз аспанды құдірет күшімізбен орнаттық, және біз оны кеңейтеміз болып аударылады. Ал ғаламның пайда болуына қатысты бүгінгі астрономия ғылымы жасаған қорытынды Құран арқылы түсірілген мәліметке толық сәйкес келеді. Көктің жаралуы туралы тағы бір Құран аятын мысал етейік. Ол 21-ші сүренің 30-шы аяты. Көктер мен жердің біртұтас болғанын, біз оларды бөліп, тірі нәрсенің барлығын судан жаратқанымызды иланбайтындар қалайша көрмейді? Қалайша олар иланбайды? Мұнда біртұтас болып аударылған сөз түпнұсқада ратк. Ол араб тілінде бір-бірімен ажырағысыз, кіріккен, бөлінбес деген мағына береді. Және бөлінбейтін біртұтас бүтінді құрайтын екі субстанцияны сипаттау үшін қолданылады. Бөлдік деген етістік арабшада фатк болып айтылады. Бұл сөзді арабтар қағайырылу, бөліну және бұрын ратк болған, яғни бөлінбес бүтін болған нәрсенің сыртқа кенет жарылуын білдіру үшін қолданады. Топырақ астына көмілген тұқымның жарылып, сүйріктене жер бетіне шығуы да араб тілінде осы фатк етістігі арқылы айтылады. Енді қайтадан жаңағы аятқа оралайық. 30-шы аятта әуелі жер мен көктердің бөлінбейтін біртұтас масса болғаны, яғни ратк күйінде болғаны айтылады. Сосын көктер мен жер бөлінеді. Бұл процесс фатк етістігімен суреттеледі. Яғни олардың бірі екіншісін жарып сыртқа шығады. Расында ғаламның қалай пайда болғаны жайындағы бүгінгі ғылыми жорамалдардың мәнісі дәл осындай. Үлкен жарылыс теориясы бойынша әуелде бүкіл материя, яғни ғаламдағы барлық объектілер, соның ішінде әлі жаралмаған, бөлінбеген көк пен жер бір ғана нүктеде болған. Бүкіл ғалам, ондағы барлық денелер осы нүктенің кенет ғаламат күшпен жарылуынан кейін жаралған. Көк аспанның аясы. Құранның пайғамбарлар атты 21-ші сүресінің 32-ші аятында көк аспанның құрылысындағы тағы бір аса маңызды ерекшелігі туралы айтылады. Жаратушы Алла онда былай дейді: біз аспанды қорғайтын төбе етіп жасадық. Олар сонда да оның белгілерін көргісі келмейді. Осы аятта айтылған ерекшеліктің рас екені 20-шы ғасырдың екінші жартысындағы ғылыми зерттеулер нәтижесінде анықталды. Жер бетінде тіршілік пайда болып, оның әрі қарай өмір сүруі планетамызды айналдыра қоршап тұрған атмосфераның арқасы. Мәселен, ол ғарыштан ұшып келе жатқан үлкенді кішілі метеорлар мен метеориттерді жерге жақындатпай күйдіріп жоқ қылып жібереді. Онсыз жаңағыдай аспан денелері жер бетін үздіксіз бомбалаумен болатын еді. Мұндай жағдайда өмір сүру мүмкін емес екені түсінікті. Атмосфераның тағы бір керемет қызметі ол жердегі тіршілік иелерін ғарыштан келетін аса қауіпті ультракүлгін сәуледен қорғайды. Ең таңғаларлығы, көк аспанның осы ғажайып сүзгісі ғаламшарымыздағы тіршілік үшін қажет кәдімгі күн нұрын және қауіпсіз инфрақызыл сәуле мен радио толқындарды ғана өткізеді. Атмосфераның жердегі тірі организмдерді қорғау қызметі мұнымен бітпейді. Ғарыш кеңістігінің адам баласының ақылы жетпейтін дәрежеде суық екені белгілі. Ондағы температура Цельсий бойынша -270 градусқа дейін барады. Атмосфера бізді ғарыштың осы сұмдық суығынан қорғап тұр. Осы айтылған ғылыми факторлар жер шарының ерекше қорғанышы бар екенін білдіреді. Бұл қорғаныш және ондағы өмірді сақтау үшін жаратылған. Ал көк күмбездің осынау қызметі туралы 1400 жыл бұрын түскен Құранда жазылып қойғаны ше? Бұл Құранның Алла жіберген кітап екенінің тағы бір анық дәлелі емес пе? Пульсар, яғни соғушы жұлдыздар, радио сәуле таратушы аспан денелері. Құранның 86-шы сүресінің алғашқы 3 аятына назар аударайық. Аспанмен және соғушымен ант етем. Соғушының не екенін сен қайдан білерсің? Ол тіліп тесіп өтетін жұлдыз. Бұл сүре ат-Тарик деп аталады. Ол арабтың тарк түбірінен шыққан. Негізге беретін мағыналары мынандай: қатты соғу, тесіп өту, соққының дыбысын шығару, қатты соқтығысу.
Дәл осы мағыналардың арқасында біз Құранның жоғарыдағы аяттарында айтылған ғылыми фактілерді түсіне аламыз. 1967 жылы астрономдар ғарыш әлемінен үздіксіз қайталанатын әлдебір дыбыстардың, радио белгілердің жетіп тұрғанын анықтады. Жүректің соғысына ұқсас дыбыстар қайдан шығып жатыр? Ол уақытта ғылымға бұл белгісіз болатын. Кейіннен жаңағы энергетикалық импульстер өз осінен өте жылдам айналатынын нейрон жұлдыздардан шығып тұрған анықталды. Ол жұлдыздар пульсар деп аталады. Пульсар аса жаңа жұлдыздардың жарылып, күйреуінен пайда болады. Сәулелену қуаты жұлдыздың айналу қуатынан шығады. Сол себепті оның айналу жылдамдығы біртіндеп өсе береді. Кейбір кәрі жұлдыздардың айналу жылдамдығын тіпті ақылға сыйғызу қиын. Олар өз осінен секундына 600 рет айналады. Пульсар сөзі ағылшын тіліндегі пульс етістігінен шыққан. American Heritage сөздігі бұл етістікке бір қалыпты және ритмді соққы деген анықтама береді. Ал Webster сөздігі бұл сөздің мағынасын жүрек қағысына ұқсас жылдам соққылар деп түсіндіреді. Пульс түбірінен шыққан тағы бір етістік pulsate. American Heritage сөздігі оны ритммен жылдам кеңейтіп тарылу, соққылар деген мағынада түсіндіреді. Осыдан кейін ғана соғушы деген мағына беретін арабтың ат-тарих сөзі мен пульсар атауы арасында таңғаларлық байланыс бар екені айқын көрінді. Ал оларды пульсар деп атаған ғалымдар Құранның 86-шы сүресі жайлы білмеген еді. Таулардың қызметі. Құранның бір аятында жердің құрылымындағы таулардың атқаратын геологиялық қызметіне ерекше мән берілген. Ол 21-ші сүренің 31-ші аяты. Жердің теңселмеуі үшін біз мызғымас таулар тұрғыздық. Олар дұрыс жолмен жүру үшін біз оған кең жолдар салдық. Бұл аятта таулардың жердегі түрлі шайқалуларды болдырмайтын айтылған. Осылай деп жорамал жасауға толық негіз бар. Мұндай білімді Құран түскен заманда өмір сүрген адамдардың біле қоюы әрине екі талай. Таулар жер қыртысын құрайтын орасан зор қатпарлардың қозғалуы мен соғылысуынан пайда болады. Мұны геология ғылымы айқын дәлелдеген. Таулар жер бетіне шығып тұрған жай биіктер емес. Олардың жер астында өзінен бірнеше есе зор тамырлары бар. Бұл тамырлар таудың жер бетіндегі биіктігінен 10-15 есеге ұзын болады. Осының арқасында таулар жер қыртысының қатпарларының қазық сияқты ұстап тұр. Яғни салыстырмалы түрде айтсақ, тауларды бірнеше тақтайды қағып бекіткен үлкен шегелерге ұқсатуға болады. Мысалы, Эверест тауын алайық. Оның биіктігі 9000 метрге жуық екенін білеміз. Ал тамыры жер астына қарай 125 000 метрге созылып жатыр. Таулар мен олардың тамырлары жер қыртысын құрайтын үлкен плиталардың соғылысуынан пайда болады. Екі қатпар соқтығысқан кезде екеуінің мықтысы астына түседі. Үстіне шыққан қатпар біртіндеп тауға айналады. Астыңғы бөлігі болса төменге бойлай береді. Және бойлаған сайын тарамдала түседі. Осылайша таудың тамырын айналады. Құранның бір аятында таулардың жер қатпарларын ұстап тұрған қызметі жайлы айтылған. Және таңғаларлығы, онда тауға қатысты қазық сөзі қолданылған. Ол 78-ші сүренің 6-шы және 7-ші аяттары. Біз жерді төсеніш, ал тауды қазық етпедік пе? Таулардың қозғалуы. Құранның басқа жерінде таулардың ерекшелігі жайында тағы бір факт бар. Бізге қозғалмайтындай көрінетін таулардың ұдайы қозғалыста болатыны сол аятта айтылған. Тауларды көріп мызғымай тұр деп ойлайсың, бірақ олар бұлт сияқты жүзіп барады. Бұл 27-ші сүренің 88-ші аяты. Таулардың қозғалуына олардың астындағы жер қыртысының қозғалыстары себеп. Жер қыртысы геологияда мантия деп аталатын қатпардың үстіңгі жағында тұр. Мантияның өзі өте тығыз келеді. Ал оның жоғарғы жағындағы жер қыртысы ылғи баяу ағыспен жылжып отырады. Мына бір жайтқа ерекше назар аударғанымыз жөн. Жаратушы Алламыз таулардың қозғалысын жүзу деген сөзбен білдіреді. Таңғаларлық бір жағдай, бұл аятта не айтылғанынан хабарсыз ғалымдар да сол терминді қолданады. Яғни олар да ағылшын тілінде таулардың қозғалысын континентал дрифт деген сөзбен жеткізеді. Темірдің ұлы құпиясы. Кейбір химиялық элементтер жайлы Құранда ғылым үшін теңдесі жоқ маңызды мәліметтер бар. Солардың бірі темір. Әл-Хадид, яғни араб тілінен аударғанда темір деп аталатын сүреде былай делінеді. Біз темірді де түсірдік. Темірде адам баласына зор бәлекет және пайда бар.
Темір жерде ең көп кездесетін элементтердің бірі. Жер қыртысының 5% темірден тұрады. Алайда осыған қарамастан темір жердің өзінде пайда болмаған. Қазіргі астрофизикалық зерттеулер темірдің жерге ғарыштан, онда да аса ірі жұлдыздардан келгенін анықтады. Бір ғажабы, осы ғылыми факт Құранда да айтылыпты. Темір сүресінің 25 аятында «анзальна» деген сөз қолданылған. Ол арабшадан аударғанда «түсірдік», «құлаттық» деген мағына береді. Идиомалық тұрғыдан оны адам пайдасы үшін берілді деп те аударуға болады. Алайда бұл сөздің араб тілінде тағы бір мағынасы бар. Ол аспаннан жау немесе күн сәулесі сияқты түсіру дегенге келеді. Осыған, яғни темірді аспаннан жерге түсіру дегеннің мағынасына үңілсек, біз 25 аятта таңғаларлық ғылыми феномен туралы айтылғанына көз жеткіземіз. Темірдің қайдан келгенін ғалымдар бүгінгі заманда ашты. Темір жерге ғана емес, бүкіл күн жүйесіне сыртқы ғарыштан келген. Өйткені темірдің химиялық элемент ретінде пайда болып, құрылу үшін күннің температурасы жеткіліксіз. Онда темір қайдан келді? Темірдің отаны жаңа және аса жаңа жұлдыздар. Осына орасан зор жұлдыздардың ішіндегі темір массасы өзінің шегіне жеткен кезде жұлдыз оны ұстап тұра алмайды. Сөйтіп іштен кернеген ыстық массадан жұлдыз жарылады. Темір массалары метеориттер күйінде ғарыш әлеміне шашылышады. Бұл метеориттер ғарышта осылайша айналып жүреді. Ал әлде бір аспан денесінің тартылыс аймағына тап болса, соның бетіне құлап түседі. Бұдан шығатын қорытынды: темір рудасы жердің өзінде пайда болмаған. Ол мұнда сыртқы ғарыштан әлде бір аса жаңа жұлдыздың жарылысынан соң метеориттермен бірге түскен. Яғни Құранда айтылғандай жерге түсірілген. Аль-Хадид сүресі Құрандағы 57-ші сүре. Аль-Хадид сөзінің араб тіліндегі сандық мағынасы да 57-ге тең. Аль-артиклінен бөлек хадид сөзінің сандық мағынасы 26-ға тең. Менделеевтің кестесіне қарайтын болсақ, темірдің атомдық нөмірі де 26. Жаратушымыз темір сүресінің осы аятында біздің назарымызды темірдің шыққан тегіне аударып отыр. Және математикалық кодировка арқылы маңызды ғылыми феноменді көрсеткен. Біз темірді де түсірдік деген сөйлемге қараңызшы. Онда темір ғана емес, басқа да элементтердің жерге ғарыштан түскені айтылып тұр. 25 аятта темірдің ерекше аталғанына мән берсек, және 20 ғасырдың соңындағы ғылыми жаңалықтарды ескерсек, бұл аяттың мағынасынан өте маңызды қорытынды шығады. Мұнайдың пайда болуы. Жаратушы иеңнің атына мадақ айт. Ол бар нәрсенің бәрін жаратты, бәріне өлшем берді. Ол алдын ала болжап, бағытын көрсетті. Ол жайылымдарды өсірді. Сосын оларды құрғақ етті. Сосын қап-қара қылды. Бұл 87-ші сүренің алғашқы 5 аяты. Мұнайдың фосилизация процесі арқылы пайда болатыны белгілі. Фосилизация дегеніміз микроорганизмдер, теңіз жануарлары мен өсімдік қалдықтарының жер қойнауында шіріп, сосын әруі. Миллиондаған жылдар өткен соң теңіз астындағы бұл қалдықтар майлы затқа айналады. Қалың лай астында қалған майлы заттар күрделі химиялық реакциялардан өткен соң газ бен мұнай пайда болады. Жер қыртысындағы қозғалыстар нәтижесінде теңіздер құрлықтың бір бөлігіне айналып, мұнайлы таулар теңіз түбін бойлай мыңдаған метрге төмендейді. Пісіп жетілген мұнай тау қуыстары арқылы өріліп, теңіз суына шығады. Сөйтіп, теңіз түбінен су бетіне көтеріледі. Қоюланып, шайырлана жиналады. 87-ші сүренің алғашқы 4 аятына қарасақ, онда мұнайдың пайда болу кезеңдері анық айтылғанын көреміз. Әсіресе мұндағы аль-мараа сөзі айрықша назар аударарлық. Ол шөп, көгал, жайылым деген мағына береді. Яғни мұнайдың пайда болуына қатысатын органикалық заттарды меңзейді. Назар аударатын екінші сөз ахва. Ол қара жасыл түс немесе жасылданып тұратын қара түс дегенді білдіреді. Ендеше осы сөздер арқылы өсімдік қалдықтарының фосилизация процесіне түсуі, шірей келе қара түске айналуы айтылып отыр деп жорамалдауға болады. Бұл екі сөз гуссан сөзімен байланысып тұр. Ол шірігеннен қалған қалдықтар, селмен ағып келген балдырдың қалдығы, шіріген өсімдіктердің, шөптер мен жапырақтардың былжыраған қоспасы деген мағына береді. Сонымен қатар кей аудармаларда бұл сөз селден қалған шөгінділердің шіріген қоспасы,
жердің мұнай шырышын сыртқа бүркуі болып таударылады. Осылайша ғылымда анықталған мұнайдың пайда болу процесімен салыстырсақ, жоғарыда келтірілген аяттардың мағынасындағы тереңдікке қайран қалмасқа шара жоқ. 87 сүренің аяттарында баян етілген нәрсеге, яғни өсімдіктердің шіріп, қара әрі сұйық шырышқа айналуына назар аударайықшы. Ол жер қойнауында мұнайдың қалыптасу процесін еске түсіреді. 7 ғасырдағы адамдар мұнайдың табиғаты туралы ештеңе білмеген анық. Ол заманда өсімдіктердің шіри келе миллиондаған жылдардан кейін мұнайға айналатынын сипаттап бере алатын адам болуы мүмкін бе? Әрине мүмкін емес. Ендеше бұл аяттардағы мәліметтер Құранның Құдай кітабы екенін, әлемдегі бар дүниені жаратушы Құдай екенін тағы да дәлелдейді.